Ал бармысыздар бауырлар. Бүгін 18 қараша 2025 жыл. Сіздерге мынау арғамандық тұрғысынан енді мынау бір әрекет жасау және сол әрекеттің сыйын немесе жазасын алу қалай болады? Сол туралы айта кетсем деп едім. Енді әлқисса бұл сұраққа біз неге келдік? Бұндай ойға, пікірге неге келдік деген сұрақ туындайды да. Біздің бұған келген себебіміз өйткені бізді осы уақытқа дейін мынау әртүрлі араб идеологиялық платформасын біздің санамызға енгізгісі келгендері, кеспе көжені құлағымызға ілгісі келген адамдар, олар айтып жүрді да, мынау дүниеде жақсылық істесең, жамандық істесең, анау дүниеге барғанда сол нәрсе алдыңнан шығады. Соның жауабын бересің. Бір жануарға зұлымдық жасаған болсаң, соның ақысын алады сенен. Біреуге жамандық жасаған болсаң, біреудің алдын кесіп өткен болсаң, кедейдің ақысын байдан алып береді. Езілгеннің ақысын қожайыннан алып береді. Ұрланған адамның ақысын ұрыдан алып береді деген сияқты нәрселер бізге үйретті ғой, осы уақытқа дейін. Енді сіздерге айтайын, ол нәрсенің бәрін заман өтіп кеткен. Біздің болады деген ақырет күні, болады деген ақыр заманымыз, есеп қисап болып, барлығы нәрсе теңгеріліп, күнә мен сауаптың адамдар арасында таратылуы деген нәрсе, ол болып жатыр. Дәл қазіргі таңда мынау өмір, бұл бізге бүйтіп айтып келді ғой, бұл өмірде не істесең істей бер, сол істегеніңнің жақсы жаманын ана дүниеде көресің деп та. Жоқ, олай емес. Біз бұл дүниеде істегеннің жақсы жаманын осы дүниеде көреміз. Мысалы, бір жерге бір диқан қауын ексе, оған айтпайсың ғой, бұның қауынның жемісін өлгеннен кейін жейсің демейсің ғой. Бір адам биес туып, соны сауып ішейін деп жатса, бұл дүниеде биең туа берсін, бірақ ана дүниеде қымыз ішесің деп айта алмайсың ғой. Сол сияқты біреуге істеген жақсылығыңда, жамандығыңда, терме тезек, дүние кезек, біреуге ор қазба өзің түсесің деген сияқты, күлме досқа келер басқа деген сияқты біздің нақыл сөздеріміздің барлығы да нені білдіреді? Біз әрі амал жасау, әрі есеп беру алаңында жүргенімізді көрсетеді. Біз ешқандай да ана дүниеге қалдыратын ондай жағдай жоқ. Мынау дүниеде істеген нәрсең алдыңа шығады. Ең қарапайым нәрсе, қазір күздің қара суығы, кешкі салқында желең жүріп қалсаң, терлеп тұрып далаға шығып кетсең, терің қатады да, сөйтіп тұмау боласың, суықтайсың, грипп боласың, басқа боласың. Міне өзіңнің жасаған қарекетсіздік немесе бейғамдығыңның ақысын осы сәтінде алып отырсың ғой. Онан кейін бізде мынау дүниеде әртүрлі істелген заңға қайшы қылмыс болсын, басқа да нәрселер болсын, әкімшілік, құқықтық құқық бұзушылық болсын, оның бәрінің өзінің, біреуінің штрафы бар, біреуінің жаңағы бұлтартпас шара ретінде қамауға алу деген нелер бар, жазалары бар да. Сол сияқты барлығы нәрсенің жазасы осы дүниеде беріледі. Және беріліп жатыр да. Оны жаңағы негізі ана бейшара, қолдарынан түк келмейтін, ауызбірлік жасай алмайтын, мінездері бейшара болып кеткен, өздеріне жауап бере алмайтын, сондай адамдарға арнап емізеді негізі. Мына дүниеде сорлы болсаң, сорлы болып жүре бер, ана дүниеге барғанда рахаттанасың деп та. Ана дүниеге барғанда ешкім рахаттанбайды да. Бұл дүниеде көрмеген қызығың ана дүниеде саған тасқа да керек жоқ та. Өйткені ол жерде тән жоқ. Білдіңіз ба? Жан бар шығар бәлкім, бірақ ол жерде тән жоқ. Өйткені ол тән әлемдері емес. Ал енді тән әлемін тірілтіп қайта жасап деген сияқты нәрсені, ол сізбен біздің құлағымызға кеспе көжелу үшін жақсы. Ал енді арқамандық тұрғысынан, мына біздің өмір сүріп жүрген ортамыз, бұл белгілі бір әрекетті жасау ортасы, және сол әрекеттің нәтижесін көру ортасы. Енді кейде біреулер жаңағыдай Гитлер сияқтылар, бір адамзатты қырған, Сталин қанша репрессия қылып біздің қазақтарды қырды, енді олардың жазасын кім береді дейді да. Олардың жазасын ұрпағы тартады.
ұрпағы тартпаса кейін қалған жұрттар ұрпағына тартқызады. Ал енді өздеріңде сол ауызбірлік жасай алмасаңдар, ауызбірлік жасаған мықты орталар сендерді кеп жұлма қылып түтіп бычыттарыңды шығарып жеп тастайды. Ол кәдімгі табиғи құбылыс қой. Мысалы бір аквариумның ішінде пиранья деген балықтар бар ғой, жаңа жыртқыш балықтар. Соның бір 100 шақтысыма жүреді, ішіне бір сазан салып жібереді, бәрі жабылды да сазанды жеп қойды. Яғни пираньяда ауызбірлік бар, сазан жалғыз болып қалды да. Сол сияқты бұл дүниеде жалғыз болып, қазақта сөз бар ғой, жүрсең саяқ, жерсің таяқ деген. Сол сияқты сөйтіп саяқ жүріп қалсаңдар, таяқ жейтіндеріңнің оған ешқандай да несі жоқ, жаңағыдай таласы, дауы жоқ. Бұл өмірдің заңы. Және сол таяқ жегенім үшін біреуден есеп сұрап береді деп ертеңгі күн дәметудің де қажет жоқ. Өйткені өзіңнің қолыңда тұрып, кеудеңде жаның барда істеп үлгердің ба? Үлгердің. Үлгере алмадың ба? Онда өзіңді жұбату үшін жаңағыдай сонда ертегі тыңдау керек та, құлағыңа кеспеге жөнеліп. Ана дүниеге барғанда есептесеміз деп. О дүниеге барғанда есептеспейсің. Сен есептесе алмай кетсең, сенің ұрпағың мен оның ұрпағы есептеседі. Ал енді ұрпағы болмай қалды деген біреулер болса қайтеді дейді да. Ұрпағы болмай қалған адам, ол аталарының бір кездегі сондай істеген қиянаттарының жазасын тартып жүрген адам. Өйткені әруақ Құдай, ол бізді жасаушы, және соның жолымен келе жатқан бүкіл мұраны біз әрі қарай алып кетеміз. Ұзаққа бармай қояйық. Мысалы үшін мен егер маскүнем арақты көп ішіп содан бала туатын болса, ол баланың ауытқып, қандай да бір ауруларға шалдығу, ол да бір заңды құбылыс та. Оны мысалы менің сөйтіп сондай болып туылған балам, ол Құдайдан көруінің қажет жоқ. Ана дүниеге барғанда мен оңалтады деудің де қажет жоқ. Өйткені мен және менің балам, біз бәріміз бір шежіредеміз, және менің сол маскүнемдікке салынған кінәратым балама бәлекет болып жабысты. Сол сияқты бұл дүниеде ұрпақсыз қалған адам кезінде аталарының істеп кеткен бір несі болған, оның шежіресін кесетін. Сондықтан оған ешқандай таң қалмай қояйық. Біздің есеп қисап дүниесі болады, ана дүниеге барғанда қатырады деген нәрсеміз, сол ана дүние дегеніміздің өзі осы дүние ғой. Есеп қисап дәл қазіргі сәтте жүріп жатыр. Және соған сәйкес адамдардың сауабы, жақсылығы беріліп жатыр. Мысалы біреулер 7 жыл медициналық академияны оқып, сөйтіп маман болып, жақсы айлық алып, үй алып, жай алып, жақсы көтеріліп кетіп жатады. Ал ғалым, бастық болған адамдардың балалары араққа салынып, картаға салынып, өшіп жоқ болып кетіп жатады. Міне оның барлығы ұрпақтың алдына шыға беретіннің көрінісі. Сондықтан өзімізді алдамай қояйық, ана дүниеге барғанда болады деп. Ана дүниеге барғанда ештеңе де болмайды. Мына дүниеге нөл болып келдің, ана дүниеге нөл болып кетесің. Сондықтан істейтініңді осы дүниеде істеп қал деген сөз. Ал достар, амандық болсын.